Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Қаз дауысты арнасына қош келіпсіздер. Ей көз қарақты көрермен, қазақ тілді арнаны қолдап, аямай лайктарыңызды баса кетіңіздер. Қазақ-ау, түзуің бірігіп, жұрт үшін қам ойлайтын кез келген жоқ па? Алыспаған, жұлыспаған, бостандық атына мінбейді, бұғаудан босамайды, ер құлдықтан, әйел күңдіктен шықпайды, малына да, басына да ие бола алмайды. Ақылды сөз қылмақ қиын, ақылды сөзді, ақылды іс қылмақ одан да қиын. Нағыз түрік затты, халық тілі біздің қазақта. Білім біліммен, мінез мінезбен, көп оқыса, зейінді болса, білімді болмақ, ал мінезі жақсы бола ма, әлде жаман бола ма, мұны Құдай біледі. Жанайқай, қазақтың оқыған азаматтары, қазаққа осындайда қызмет етпегенде қажан қызмет етеміз, пайдамызды тигіземіз. Жапонда кісі қажетіне жаратылмаған алақандай жер жоқ. Онда мұндай ыждахатты жанкештілік болмаста аштан өлесің. Бұл заманда жылап мұратқа жетем деу, аш түйенің күйсеуі, сыңды дәрменсіздік. Австралия қойының еті 4 ай мұхитта кемемен жүріп келіп, Петербург базарында сатылады. Малы көшіп жүр, адамы қала болып отыр. Османия түркі тарихы бойынша біздің қазақтың Жетісудағы қаңлы руы. Ауа райы жері келісті, Еуропаға барып, мал бағуды қойып, өзге шаруаға айналып отыр. Шыңғысхан дүниені алды, артында түк белгі қалған жоқ. Ақсақ Темір дүниені алмаса да, артында Самарқанд, мешіт, медреседей белгі қалды. Шыңғыс көшпелі, Ақсақ Темір отырықшы. Әділдік жоқ жұртта береке бірлік болмайды. Байлықты өнермен, шаруамен, қызметпен іздемей, жұртты тонап, момынды жылатып, іздеген мырзалар қыстың күні үңгірде жатып, өз аяғын өзі тұрған аю тәрізді. Өзіне өзі қасқырша шауып отырған жұртта оқу өнер болмайды. Бір өнер қылған екі кісіге тар жер, екі өнер қылған екі кісіге кең болады. Елдің тұрмысын, тілін, мінезін білмеген кісі көш басында алып жүре алмайды. Тірі болсақ, алдымыз үлкен той. Алаштың баласы бұл жолы болмаса, жақын арада өз тізгіні өзінде бөлек мемлекет болар. Көкіректе сайрап тұр, қолды заман байлап тұр. Француз, орыс һәм өзге жұрттың тарихынан көрінеді. Молда үкіметтей ақша алса сатылып кетеді. Рухани іс аяқ асты болады. Жала қалған молдалар үкіметке жетекшіл болып еріп кетеді. Еуропада халық партия болғанда адаспас ақ жол табамыз деп, адам аспас асқар белден асамыз деп, жұрт ілгері басатын іс қыламыз деп таласады. Қазақ сайлауы жұртқа келген бір жұт, сайлау жылы мал бағусыз, егін салусыз, пішен шабусыз қалады. Біздің қазақ қырғыз дінісін көргететін болса, үкіметсін бөліп қойған оң болады. Біздің жұрт бостандық, теңдік, құрдастық, саясат ісін ұғынбаса, тарих жолында тезек теріп қалады. Байлық түбі, ақыл, һәм қолдың ұсталығы. Осы екеуі қосылмай, адам баласы қазынаға жолы жарымайды. Дүниеден не болса да, бірте-бірте аздап ілгері басып болады. Жұрт пайдасының таза жолмен тура бастайтын ер табылса, қазақ халқы соңынан ерер еді. Өзің түйеден өткен жетекшіл болсаң, саған ақыл не керек? Бостандыққа апаратын жалғыз жол ұлттық ынтымақ қана. Жер десе дірілдемей болмайды. Жер мәселесі өмір сүру мәселесінің зоры. Заң адам пайдасына жазылады. Адам заң үшін туылмайды ғой. жұрт әділ болмай,
жұрт ісі оңға баспайды. Адам баласы нәпсінің құлы, маңдайы тасқа тимей тоқтамайды. Еуропа мәдениеттімін деп мақтанғанымен, мәдениеті өнерінде ғана, ал мінезі хайуандық сапарынан қайтқан жоқ. Тірі болсам, хан баласында қазақтың қақысы бар еді. Қазаққа қызмет қылмай қоймаймын. Ұлтына, жұртына қызмет ету білімнен емес, мінезден. Талас тартыс жоқ болса, өмір абақтыға айналар еді. Әр заманның өз рәсімі, өз салты бар. Біздің замандағы салт әркім құқына таласу, құқына тартысу болады. Жылау салты артта қалды. Алаштың азаматы бірік, бүгінгі үйара уақ істі таста. Мына қараңғы қара бұлт Россия алаңынан алаш басын қорғайтын жолға шық. Көш бастаған ақсақал аға, зиялы әні, жергілікті жұрт қызметін таза атқар, жалпы жұртқа мұрындық бол. Өз тізгініңді өзің алып жүре алмай, шатақ таудан шықпайтын бір ескі ауруың барау қазағым, қылығыңды көріп ішім күйеді. Қазақ баласы бірігіп тізе қосып іс қылса, халықтық мақсат сонда орындалады. Әр ұрпақ өзіне артылған жүкті жетер жеріне апарып тастағаны дұрыс. Әйтпегенде болашақ ұрпағымызға аса көп жүк қалдырып кетеміз. Кейінгі ұрпақ не алғыс, не қарғыс беретін алдымызда зор шарттар бар. Қазақ орысқа қараған соң бәйге аттай жақсы жорғадай туысынан болатын шешен озған би жоғалды. Кім орысқа жағымтал болса, сол жұртты бір қамшымен айдайтын болады. Бұрынғы жүйрік шешен билерден келе жатқан әділ билік жорасы жаман қарапайым тұғыр бидің парасына аяқ асты болды. Пара беріп, ақты қара, қараны ақ қылатын күн туды. Алаштың азаматтары, ақсақ қойдай басқадан кейін қалғанымыз ба? Жоқ. Қалмас амалын іздеп қамданамыз ба? Қалмаймыз десең, қарап жатпалық. Көп іске көп болып жабылайық. Ұлық іс ұсақтаған ұлғаяды. Кірпіш зор емес, қаласаң зор үй шығады. Шөпшектеп жиып шөмелуді илеу істейтін құмырсқаны көрмейміз бе? Қазақ сияқты ас, кеш оянған жұрт мақсатты біреуге ілесіп жүріп болады ғой. Өз бетімен қазақ жол аша алмайды ғой. Думаға қазақ жұрты тағы депутат сайлайтын болса, бұл жұрт сайлаған депутаттар жүйрік жұртқа рас қызмет қылатын болса, қазақ баласы бірігіп жұмыс қылатын жол ашылар еді. Жерсіз халықтың өз алдына ұлт болып жасай алмайтындығы белгілі. Жерін жоғалтып біріккенде қазақ не опа табады? Не қазақ болмай, не түрік болмай, жер мен көктің ортасындағы асулы қалатын пақырсыз ораза сияқты болады. Ақыл да, ұсталық та оқумен, істеумен жүре ұлғаяды. Дүниедегі жер билігі күннен күнге ақылды, ұста жұрт қолына ауып барады. Еуропада ұлы патша атанған жұрт халықтың ақылды ұсталығына сүйеніп, ұлт патша болып отыр. Біздің қазақ жерін мұжық алғанда табан ет, маңдай теріне сүйеніп алып отыр. Бізде бірлік болып іс қыла білетін шебер табылса, алаштың баласы бақыт махаббат жолына түсті. Бейнет ете беріңіздер, ағайындар, табан ет маңдай терменен қылғандарың арамнан дәурен сүргеннен жақсы. Құдайға сеніңдер, Құдай деген қор қылмас.